Birge bulta bultsuzdım merketim arayla Uyasın sağınıp Gün batıp baradı Seni tabamay janadı Beycisinde savdanın ügü Vornak bav verip bazarının asıqstıqtan Hürmetli Abay Turgan Mına işinен tükken ağıtavların kutlu olsun. Екі жас қанат салтанат бүгінгі отауларын, бүгінгі қуаныштарын есте қаларлықтай бір жақсы күн болсын. Құрметті ағайындар, бүгін Дәуітбай Ақсақалдың ұлы Абай ағамыз үйінде үлкен той, көп жылдан бері арман еткен осы таңға Құдай жеткізсін деген ниетті толған күн бүгін. Бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн дейміз. Тек әбекеңнің тойы емес, бұл Тұрғанның тойы. Тұрғанның тойы болса, бұл ұстаздардың тойы. Тұрғанның атасы ұстаз болып өткен. Ал енді сол бабасының жолын, атасының жолын қанат қолына тізгін ұстап, сол Дәуіт Ақсақалдың біз ақыл кеңестерін, оның істеп кеткен еңбектерін жалғастырып келеткен жағдайымыз бар. Мектебімізде ол кісінің ізі бар. Ол кісінің солмен бірге істескен ақсақал інілері бар. Сондықтан мен мынау қанатқа бүгінгі алып келген үлкен жемісті дипломын. Рахмет қалаға. Бұл енді көптен күткен той. Біз бұдан bir ayma, bir жарым ayma bұрын Абай менен Тұрғанның Солтүстік Қазақстан облысының Булаев ауданындағы құдаларға барып құда түсіп келген хабарын естіп, Абай мен Тұрған тойларын тойлас екі жас бақытты болсын. Өздерің құсап абырайлы өнегелі болсын. Мынау қанатта оқуын бітіріп келді, диплом құтты болсын. Бірге де тұғын адамға, қайтадан айтуын. Міне осында қуанышты үстіне бәріміз куәлікке тұрмыз. Осында мына Тұрған Абай өте жақсы тілектер айтылып жатыр. Барлық тілек сіздерге, сіздердің денсаулықтарыңыз, сіздердің амандықтарыңыз, мына екі жастың өсуі, өнуі, бұлардың татулығы, адамгершілігі, ізеттігі, құрметтігі, бұл жаңа шырағым мен айтатыным, әркімнің қолынан келе бермейді институтты бітіру. Институт деген, оқу деген инеменен құдық қазғандай. Сондықтан жаңа бір сөздер болып қалды. Жоқ, ол сөздерге қосыла алмаймын шырағым. 4 жыл деген үлкен ағалардан жақсы ұстаздардың тілегінен дейді. Bir üzümden жал жаяма қадірлеген атамыз. Коньяк бөлде аздап дәмін татамыз. Бәрін қойып дастарханға отаба нан қоюды ұмытып кетіп жатамыз. Бүгін көңіл семірді ғой, семірді. Бітік егін алып кетті өңірді. 100 грамм арақ емес бір кезде бір üzümнан алып қалған өмірді. Кешіре көр, бір üzümнан асылым. Кешіре көр, бізден өтсе асылып. Кешірі мынау тоғырқақ тоқуында аяғысты жатсақ бейлі басылып. Татсақ бүгін бақыттан татамыз. Асыласын қадірлеген атамыз. Бәрін қойып дастарханға отоба нан ал деуді ұмытып кетіп жатамыз. Құдалар наннан алып отырыңыздар. Қайтармаймын, мен сөйтіп шаңнан бір сүзінемін. Мен сөйтіп рахаттанып бір күлемін. Талай түнгі аңсаған тілегімет мәңгілік тарқамауы мүмкін оның деп Айбарлақын тілеген Айбергені бар. Ақын айтып кеткеніндей бүгін мынау біздің қанат ініміздің
әкесінің үйінің қасынан тіккен шаңырағының құтты қонағымыз Мұхағали ағамыз айтып кеткен өлең бар. Тойдан баса, тойдан басын етейін, той көрмей-ақ, сый көрмей-ақ өтейін, домбырамды берші маған бәйбіше, келешекке өмір жазып, өлең жазып өтейін деп, баяғыдағы ақын ағаларымыз айтып өткендей, мына той әр адамның басына бұйра бермейтін нәрсе. Бүгін Қанат ініміз бен Салтанат келініміздің үйінде сіздер біздер Аламсың ғой, Жомарт екеуі бірге жүрген. Келінім Салтанат, бақытты болыңдар. Дүниедегі ең жақсылықты сендерге тілеймін. Өмірлі шүбірлі болып, осы халқыңның қалаулысы, еліңнің елеулісі, екі елдің ардақты ұлдары мен қыздары болыңдар. Өмірлі шүбірлі болып, денсаулықтарың мықты болсын. Тек шаңырақ тілеймін. Аз ғана дүниеміз бар, подаркамыз бар. Мына келінім Катя тапсыр. С удовольствием аламыз ғой. Ал не дейміз, Қанат Салтанат сендерге зор денсаулық, ұзақ өмір, бақытты болыңдар, аңсаған армандарыңа жетіңдер, және өмірлі шүбірлі болыңыздар. Басқа не айтайын? Бақытты болыңдар енді. Біздің кішкентай сыйлығымыз бар еді, соның үшін тапсыруға рұқсат етіңіз. Көрмейді жат жер сені тасығырды, шеңгелде өз жерінде дүркірейді, әркімнің өз елінде басығынды деп, осы ағаларға деп ниеттіңізден білмешін. Абай тұрған мынау бүгінгі отандарыңыздағы, шаңырақтарыңыздағы үлкен қуаныш, үлкен той, үлкен осындай мереке құтты болсын. Осы ауылдың бәрімізге де құтты болсын деп осы сөзімді бастағым келіп отыр. Айналайын Қанатжан, Салтанат, мынау өмірге басқан қадамдарыңыз қолсызда қанаттар, осы жастардың тілек бақыты үшін, алдарыңыздағы тостарды алып тастауларыңыз үшін. Әкеңе микрофон. Серік ағайда. Қанат Салтанат келініміздің жолдастары тойға қатысып отыр. Сол кісілерге сөздің кезегін. Бүгінгі жиналған, мына тойға жиналған қауым. Біз енді мына Қанаттың Алматыдан келген жолдастары. Барлық адам сөйлегенді бастарыңыз қадір өрмейік. Мен жалғыз өзім сөйлесін бәрінің атынан. Ал Қанат Салтанат бүгінгі заңды некелерің, заңды түрде неке қию кештерің бүгінгі құтты болсын. Шаңырақтарың биік, босағаларың берік, керегелерің кең, терезелерің кең болсын. Барлық бақыт, барлық жақсылық, бүгінгі айтып жатқан барлық жақсы сөздер тек қана сендерге арналады. Бүгін сендердің тойларың, бүгін сендердің қуаныштарың. Сондықтан барлық осы жиналған қауым, осы сіздердің тілектеріңіз бәрі қабыл болады деп ойлаймын. Қазақ адам айтады ғой, сүйсіндер ұлым болса, сүйсінбеске не шара деп. Осындай Қазақстан еліміздің, қазағымыздың сүйсіндер ұл қызы болыңдар. Тағы да бір жанұя көтерілді, Құда қаласа. Ал енді барлықтеріңізге мына отырған қалың жұртқа сіздерге тек қана денсаулық, осындай кең дастархан басында жиылып, ойнап күліп жүре берулеріңізге. Енді адал ана болсын, адал сүйсін отанды. Күйеу жігіт Қанат Батыр 15 жылға әке болсын сақалды. Сол ертеңгі ұрпақ үшін көтерейік бақалды.
Sizdeki müşünüz göz alında. Kalkay jigitler sizge karşılık bulak deyince. Basa veriniz. Rahmet. Жақсы менен дос болсаң, алдыңнан шығар елбектеп. Жаман менен дос болсаң, сыртыңнан жүрер өсептеп деп, мынау біздің қанат ініміздің, салтанат келіміздің жолдастары өнерін, мәдениеттілігін, өрелілігін көрдіңіздер. Адамның ақыл жеткен заманымыздың асқар ғұлама жазушысы, жақында 100 жылдығын тойлайын деп отқан Мұхтар Әуезов ағамыздың мынандай өсиетті әйелдер жөнінде ұлағат сөзі бар. Адамның баяғыда тамылған сол сияқты бүгін салтанат келініміз осы ауылға ұлағатты жақсы келін болады деп сонау заманның қиын кезінде баяғы қалеген оқыған кезінде талай адам үйістірген біздердерген ойнап тұрген қазір оқып көрсеген оқытудан тауып жүрудің өзі қиын. Рахмет сіздерге, мынау жігіттерге рахмет. Өмірдегі ең зор бақыт өзіңді өзгелердің сүйе білуінде деген екен. Сол сияқты мына қанатымызбен салтанат келінімізді жолдастары құрметтеп сүйе білетінде сенімділік туды. Ендігі сөздің кезегін осы қанатымыздың ауылдағы қышлақтағы жолдастарына сөз береміз. Кән ортаға сөз келді. Микрофонды ұзақсын да өзіңіздің інімізге, Шәкір ағамын. Микрофон. Алдымен кластасымыз Қанаттың әкесі Абай ағамыздың ұстазымыз Тұрған апайға келініңіз құтты болсын дейміз. Осы келін үйге құт береке әкеле берсін. Әрдайым сіздің алдыңызда күліп ойнап ұлдарыңыздың қыздарыңыз қызығын көре беріңіздер. Мына Қанат, салтанат не дейміз? Бақытты болың, дендерің сау болсын, ұзақ өмір сүрің. Ұлбалдарыңның қызығын көріңдер сендерді өйтіп, әке шешелерін құсап, өмірде қызықты өмір сүріп, әрдайым күліп ойнап, осыдан кең дастарханда кездесіп. Сендерің құтты болсын. Салтанат, сенің аттап басқан қадамың әрдайым саған бақыт әкелсін. Дендерің сау болып, өмірде ешқандай жаманшылық көрмеңдер. Бүгінгі бағанадан бері айтылып жатқан ақ тілектерге қосылып, сол тілектердің періштелердің құлағына шалынуын қабыл болуын. Мынау енді рұқсат ауылдың жастарына, қыз келіншектеріне, үйленбей жүрген бойдақтарға рұқсат. Осы той жұмысты болсын деп биге
Rahmet. Birge bultsuz tım erketim arayla Uyasın sağınıp Gün batıp baradı Seni tabamay janadı Otay sağınışım Мың толы жанарым Мен қайтып барамын